Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін жаңа тақырып өтеміз. Сабақтың тақырыбы бұрыш, бұрыштың градустық өлшемі, бұрыштың түрлері. 5-ші сыныпқа арналған тақырып. Сабақтың тақырыбы бұрыш, бұрыштың градустық өлшемі, бұрыштың түрлері. Оқу мақсаттары: бұрыш және оның градустық өлшемі ұғымдарын меңгеру, бұрыштарды белгілеу және салыстыру, бұрыштардың түрлерін анықтау, сүйір, тік, жазыңқы, толық бұрыштарды білу. Ал ребусты шешейік. Сіздердің назарларыңызға ребус берілген. Осы ребустың жауабы бойынша сіздер сөз шығару керексіздер. Ол сөз қандай сөз екен? Дұрыс, бұрыш сөзі. Осы ребуста жасырынған сөз бұрыш сөзі. Бұрыштың белгіленуі: бұрыш ең бірінші төбесі салынады, оны О әрпімен белгілейді, одан кейін О нүктеден сәуле жүргізеді, ол сәуленің ұшын белгілейді, осы сәулесі, одан кейін О нүктеде келесі сәуле жүргізіледі, оны да белгілейді, О, Д сәулесі. Сонда бізде бұрыш шықты. Д, О, С бұрышы. Енді анықтамасын анықтайық. Бір нүктеден шыққан екі сәуледен құралған фигура бұрыш деп аталады. Бұрышты құрайтын сәулелерді бұрыштың қабырғалары, ал нүктені бұрыштың төбесі деп атайды. О, Д, О, С бұрыштың қабырғалары. О, ол бұрыштың төбесі. Бұрыштың жазылуы: бұрыш Д, О, С немесе бұрыш С, О, Д. Оқылуы: Д, О, С бұрышы немесе С, О, Д бұрышы. Бұрыштың элементтері: бұрыштың төбесінен басталып, оны өзара тең екі бұрышқа бөлетін сәулені биссектриса деп атайды. Міне, ортасынан биссектриса өтті, бұрыштың ортасынан төбесінен тағы бір сәуле ОФ, ол біздің Д, О, С бұрышын қақ екі бұрышқа бөледі. Міне, Д, О, Ф бұрышы, келесі екі бұрыш F, O, С бұрышы өзара тең бұрыштар болады. Бұрышты транспорттермен өлшейміз. Транспорттердің басын бұрыштың төбесіне қойып өлшейміз. Сонда бізде сүйір бұрыш шықты: С, О, Д. Бұрыштың өлшем бірлігі градус. Бұрыштың градустық өлшемін транспорттер деп аталатын құралмен өлшейді. Міне, А, О, Б бұрышын өлшеді. Ол 30 градусқа тең екен, сүйір бұрыш. Келесі Р, О, А жазыңқы бұрыш. Р, О, А жазыңқы бұрышы 180 градусқа тең. Келесі бұрыш Б, А, Д тік бұрышты бұрыш, оның градустық өлшемі 90 градусына тік бұрыш. Келесі Н, Ф, М ол сүйір бұрыш, градустық өлшемі 90 градустан кіші, 0 мен 90 ортасында орналасқан. Бұрыш К, Л, С ол бізде доғал бұрыш, оның градустық өлшемі 90 градустан үлкен, бірақ 180 градустан кіші. Толық бұрыш, міне, Б, О, Б немесе А, О, А. Екі толық бұрыш, градустық өлшемдері 360 градусқа тең. Енді бұрыштың түрлері: бірінші сүйір, одан кейін доғал, үшінші тік бұрыш, төртінші жазыңқы бұрыш, бесінші толық бұрыш. Сонда барлығы 5 түрі бар екен. Сүйір бұрыш ол 90 мен 0 градустан үлкен, бірақ 90 градустан кіші болады. Доғал ол 90 градустан үлкен, бірақ 180 градустан кіші болады. Тік бұрыш ол тең, 90 градусқа тең екен. Жазыңқы бұрыш ол бізде 180 градусқа тең. Ал толық бұрыш ол 360 градусқа тең. Енді сөз жұмбақты шешейік. Мұнда 5 сұрақтан
құрастырылған сөз жұмбақ. Так, бірінші, тік бұрыштың жартысы неше градусқа тең? Екінші сұрақ, транспортер бұрышты өлшеуге арналған. Ары қарай жалғастырасыздар. Үшінші, бұрыштың өлшем бірлігі қандай? Бұрыштың өлшем бірлігі 180 градусқа тең бұрыш қалай аталады? Бесінші, сүйір бұрыш 90 градустан кіші ме үлкен бе? Яғни міне жауаптары осы сөз жұмбақта мына кроссвордты шешесіздер. Жауаптарын комментарияға жазып кетуге болады. Тіркелуге ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.